Қайырлы күн, бірінші курс магистранттары. Басқару психологиясы пәнінің келесі дәрісін назарларыңызға ұсынамыз. Дәріс тақырыбы басқару шешімдерін қабылдау процесінің жалпы сипаттамасы. Дәріс жоспары басқару шешімдерін қабылдау процесінің жалпы сипаттамасы, басқару шешімінің классификациясы, шешім қабылдау басқару әрекетінің маңызды құраушысы ретінде. Шешім қабылдау ақпарат алмасу сияқты кез келген басқару қызметінің құрамдас бөлігі. Шешім қабылдау қажетті басқарушының алға қойған мақсатының қалыптасуы мен сол мақсатқа жетуіндегі іс-қимылын түгелдей қамтиды. Кез келген басқару өнерін игеремдеген адам үшін шешім қабылдау табиғатын түсіну аса маңызды мәселе болып табылады. Осы мәселелерге көмек ретінде басқарушылардың шешім қабылдау түрлерін, қолданылатын тәсілдерін, осы үрдістің тиімділігін арттырудағы негізгі факторларға көңіл аудару қажеттілігін қарастырады. Шешім бұл баламаны таңдау, ал балама мүмкін болған екі ұйғарымның бірін ғана таңдап алуға мәжбүрлік. Жалпы басқару шешімдері бұл шығармашылық нәтижесі, проблемалық жағдайда шешуге, мақсатты бағытталу, даму жолдарын таңдап алу, менеджмент жүйесіне сәйкес әдістер мен тәсілдерді таңдау болып табылады. Шешім қабылдау барысында алдағы мақсат қою және оны шешу, проблеманы зерттеу, қабылданатын шешімдердің жүзеге асырылуы және тиімділігін анықталатын қабылданатын шешімдердің нұсқаларын қарастыру, шешімдерді нақты өңдеу және таңдау, шешімдерді қабылдау және шешімдердің орындалуын қамтамасыз ету болып табылады. Шешім қабылдау басқару әрекетінің маңызды құраушысы ретінде танимыз. Профессор Фрейн Харрисон былай дейді: шешімдер қабылдау бұл кез келген бағыттағы басқарудың интегралдық бөлігі дейді. Шешім қабылдау бейнесінде Минсберг басшысы 4 кейіпті болатын атап көрсеткен екен. Олар қандай? Яғни кәсіпкер, жұмыстағы жауапкершіліктің бұзылуын жөндеуші, ресурстарды бөлу маманы, келісімдерді жүргізуші маманы ретінде тану керек дейді. Профессор Зайверт уақытты рационалды қолдану неміс институтының жетекшісі көптеген менеджерлер келесілерді дұрыс көреді дейді. Біріншіден, дұрыс жұмыстар жасағанның орнын дұрыс жұмыс жасау. Шығармашылық альтернатива жасағанның орнына мәселелерді шешу, қолданған құралдарды оптимизациялаудың орнына құралдарды жинақтау, нәтижелерге қол жеткізгеннің орнына міндеттерді атқару, пайдаланы атқарудың орнына шығындарды азайту. Бұлардың барлығы дұрыс шешім қабылдаудың нәтижесі болып табылады. Көптеген ғалымдар сонымен қатар шешім қабылдауды қолданылған тәсілдерді, қолданылған аппараттарды қалыптасу белгілеріне қарай 3 топқа бөледі. Біріншісі формалды тәсілдер, статистика, экономика, математикалық, сонымен қатар экономика, математикалық модельдер. Екіншісі эвристикалық тәсілдер, аналогиялық және имитационды модельдеу тәсілдері. Үшіншісі экспертті баға тәсілдері. Бұл күрделі объектілерді зерттеу барысында экспертті бағалар, шартты анализ құралы немесе басқа тәсілдермен сәйкестендірілетін жеке дара тәсіл ретінде есептеледі. Розанованың көрсетуі бойынша басқару міндеттері өзіне тән сипаттарға ие. Біріншісіден, міндеттер анықталмаған кей жағдайларда қарама-қарсы сипатта болуы мүмкін. Екіншіден, міндеттерді оны шешуге мүмкін болатын құралдар туралы ақпарат жеткілікті түрде болмауы. Міндетті шешуде оған сәйкес нақты шешім алгоритмінің болмауы. Және төртіншісі, міндеттер жиі уақыт тапшылығы шартында шешіледі. Шешім қабылдау процесі кезінде адамдардың бір-біріне әсер етуі бар. Осы мағынада белгілі бір қызығушылық басқарушылық шешімдегі тұлғаның профилін ұсынады. Яғни басшының индивидуалды ерекшеліктерінің бірлігінің негізінде басқару арқылы әсер етуге болады деген Кабушкиннің өз пікірін ұсынатынбыз.
Яғни оның көрсетуі бойынша келесідей толық тұлғалардың профильдерін көрсетеді. Атап өтейін, және біз онлайн жүйеде жүздесу барысында тағы да толығырақ талқылайтын боламыз. Бірінші, байсалды типті шешімдер, импульсивті шешімдер, инертті шешімдер, тәуекелді шешімдер және абайлық сипатындағы шешімдер деп осындай типтерін, тұлғалық профильдерін көрсеткен болатын. Сол сияқты Шостромда өзінің манипуляцияның негізгі 8 сызбасын ұсынды. Яғни бірінші диктатор дейді, жігерсіз дейді, ерік күші төмен адамды айтады. Калькулятор, жабысқақ дейді, бұзақы дейді, сүйкімді жігіт дейді, сот дейді, қорғаушы. Яғни бұларды біз жүздесу барысында толық анығырақ талқылаймыз деп ойлаймын. Сонымен бірге осы аталған шолу жасалынған сұрақтарды нақтылау үшін, талқылау үшін сіздердің назарларыңызға мына әдебиеттер ұсынылады. Осы әдебиеттерден алып көптеген сұрақтарға назар аударуларыңыз сұралады. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс білдіремін.